Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақты сіздерге ұсынып отырған Алматы сән және дизайн колледжінің бірінші санаттағы оқу өндірістік шебері Алимбетова Мадина Мергеновна. Пән аты өндірістік оқыту. Оқу бағамы бірінші бағам студенттеріне арналған. Оқу тобы модельер-конструктор. Бағдарлама тақырыбы қол жұмыстары бойынша жаттығуларды орындау. Сабақтың тақырыбы уақытша тепшімдер, түзу, көшірме, қиғаш көктеу. Сабақтың мақсатына келетін болсақ, қол жұмыстарына арналған қауіпсіздік ережелерімен танысып, жұмыс орнын ұйымдастыруды үйрену, уақытша тепшімдер, оның ішінде түзу, көшірме, қиғаш көктеуді технологиялық бірізділікті сақтай отырып үйрену. Қол жұмысы кезіндегі техника қауіпсіздік ережелері. Қайшыны жолдасыңа сабымен ұсыну, қайшының ұшын сабымен көтерме, өтпейтін, тозған қайшымен жұмыс жасамау, жолдасың қайшымен жұмыс істеп жатқанда көңілін бөлме. Инені арнайы орында сақтау қажет. Тот басқан инемен жұмыс істеуге болмайды. Инені ауызға салуға, киімге түйреуге мүлдем болмайды. Сынып қалған инені пайдалануға болмайды. Тепшімдер екі түрге бөлінеді: уақытша және тұрақты. Уақытша тепшімдерге мына тепшімдер жатады: түзу, көшірме, қиғаш. Түзу тепшімге келетін болсақ, бөлшектерді уақытша біріктіру үшін, көмекші, бүкпе, қалта сызықтарын белгілеу үшін пайдаланылады. Тігіс ұзындығы 5-10 мм. Көшірме тепшім. Көшірме тепшімге симметриялы бөлшектердің қажетті сызықтарын бірінен екіншісіне көшіру үшін жіпті тартпай бос көктеу. Ине шаншым ұзындығы 10-15 мм. Бос ілмектің биіктігі 2-3 мм. Қиғаш тепшім. Екі бөлшекті бір-бірімен қозғалудан сақтайды. Бір бөлшекті отырғызып қосқан кезде бөлшектерді жақсы бекітеді. Бір түсті жолақ және тор суреттері бар бөлшектерді қосқан кезде шеттік шығаруға пайдаланылады. Тігістердің ара қашықтығы 2-5 мм. Көңіл бөлеміз. Екі бөлшекті оң беті мен оң бетін беттестіріп, қиықтарын теңестіріп болған соң, сабынмен түзу сызық жүргіземіз. Сызықтың ені 1 мм-ден аспау керек. Ине шаншымы осы сызықтан 1 мм төмен арақашықтықта жүргізіледі. Себебі сызық бойынша машина тігісі өтеді. Тепшімді орындау барысында міндетті түрде ақ түсті мақта жібін пайдаланған дұрыс. Тепшімді орындап жатқанда жіптің аяғын түйіндемейміз, тек қана 1-2 шаншым қайтарып бекітпе жасаймыз. Тепшімнің соңында да тура осылай бекітпе берілу керек. Себебі бұл тепшім уақытша, машина тігісі жүргізілген соң, бұл тепшімді біз кесіп алып тастаймыз. Міндетті түрде тепшімнің соңында бекітпе беруді ұмытпаймыз. Көшірме тепшім. Бірінші бөлшектегі сызықты екінші бөлшекке көшіру үшін пайдаланамыз. Ол бүкпелерді, бақылау белгілерді екінші бөлшекке көшірген кезде пайдаланамыз. Тепшімді орындау барысында ақ мақта жібін пайдаланамыз. Және де ешқандай түйін жасамаймыз. Жіпті тартпай көктеп шығамыз. Тура сызықтың үстінен ине шаншымдар жүргізілу керек. Жіпті тартпай орындаған кезде 5-7 мм ұзындықтықта ілмектер пайда болады. Орындап болған соң екі бөлшекті
бір-бірінен ажыратамыз және ортасын кесіп алып тастаймыз. Енді екінші бөлшекте тура осы сызықтың пайда болғанын көреміз. Қиғаш көктеу. Қиғаш көктеуді жағаларды, өңірлерді манжеттерге жек шығару кезінде пайдаланамыз. Бұл тепшім екі бөлшекті бір-бірінен қозғалып кетпес үшін кеңінен пайдаланады. Тепшімді орындау барысында міндетті түрде ақ түсті мақта жібін пайдаланған дұрыс. Егер де түрлі түсті мата болып жатқан кезде басқа түсті де таңдауға болады. Инені қиғаш шаншу арқылы бұл тепшімді орындаймыз. Бұл тепшім түрі уақытша тепшім түрлеріне жатады. Ылғалды жылулық өңдеумен орындап болған соң бұл тепшімдерді кесіп алып тастаймыз. Жаңа сабақты бекіту сұрақтары. Инемен жұмыс кезіндегі техника қауіпсіздік ережелерін атап өтіңіз. Қайшымен жұмыс кезінде студентке қандай техника қауіпсіздік талаптары қойылады? Сабын немесе бормен сызық жасаған кезде сызықтың ені қанша миллиметр болу керек? Уақытша тепшімдерді орындау барысында жіпке қойылатын талаптар. Көшірме тепшімдерді не үшін пайдаланамыз? Қиғаш тепшімдерді орындау кезінде технологиялық бірізділікті атап өтіңіз. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, үйге тапсырма. Қол жұмысы кезіндегі техника қауіпсіздік ережелерін жаттау. Уақытша тепшімдердің схемасын салу. Уақытша тепшімдердің технологиялық бірізділігін дәптерге жазып келу. Ұсынып отырған сабақ сіздерге қызықты болды деп үміттенемін. Зейін қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.